ерте ауыр болып жатқан оқушылар ғой енді бұлар. Негізі бұл мәселе қай бағытты алсақ та, мысалы ол отбасындағы тәрбиеден басталады. Мейлі ол жаңағы зомбылыққа бейім, қатыгез, жауыз балаларды, қыздарды да көріп жатырмыз. Және де сондай жаңағы боғауыз сөйлеп, анайы сөз сөйлеп, көшеде былай өзінің жаман жағынан көрсетіп жатқан балаларды көріп жатырмыз. Ол бар. Одан кейін мына осы кәдімгідей үйінде жүріп, аяғы ауыр болып, үйіне жаңағы әлі кәмелетті жасқа толмай жатып балалы болып жатқан қыздарды да естіп жатырмыз. Қай қайсысын алсақ та, ол отбасындағы дүние. Яғни отбасында бала енді тәрбиеге 15 жасында келіп тәрбиені қолға алмайды ғой. Бала деген кішкентай тәй басы, былайша айтқанда, мына кәдімгідей бұл дүниеге келіп, бесіктен бастап сол кәмелетті жасқа дейінгі тәрбиенің барлығы ата-ананың мойнындағы борышы, міндеті. Енді бүгінгі күні осы көшеде көріп жатырмыз, былай да естіп жатырмыз. Мысалы, мынау 12 жастағы қыз, 14 жастағы, 15 жастағы қыздардың аяғы ауыр болып, мектеп қабырғасында балалы болып жатқанын естіп жатырмыз. Ол біріншіден ата-ананың үйдегі тәрбиеден ауытқығаны, яғни ата-ананың дұрыс қызға тәрбие бере алмағаны. Екіншіден, мейлі, бізде жаңа қазақта сөз бар, қызға 40 үйден тыйым деген сөз бар. Мысалы, бұрынғы заманда үйінде ата-анасы тәрбиесін бере алмаса, оны көше тәрбиелейтін. Көше дегеніміз қалай? Мысалы, көшеде ертең-тертеңі көп қызға, қызға 40 үйден тыйым, қала берсе есіктің алдында күңнен тыйым дейді. Күң дегеніміз білеміз, иә? Яғни ол күң деген кезде мына есіктің алдындағы көмекші емес, кәдімгідей көшеде мына қисық кетіп бара жатқан қызды көретін болса, мейлі ол ата болсын, мейлі ол апа болсын, мейлі көрші болсын, әйтеуір көрген кез келген адам ол қызға өзінің жөнін айтатын. Қызым, сенің жүрісің бұлай болмайды деп, және ары қарай оның не үшін болмайтынын да түсіндіретін. Яғни көше тәрбиелейтін, қоғам тәрбиелейтін. Ал бүгінгі күні ол қоғам жоқ. Ол қоғамды біз жоғалтып алғанымызға әлде қашан, қанша уақыт болды. Сондықтан бүгінгі күні мынандай дүниенің барлығы жиілеп жатқаны, біріншіден тәрбиеден кетіп жатыр. Екіншіден, тәрбиені берген күнде де тәрбиенің де өзінің мөлшері бар, сол мөлшеріне дейін жетпесе, оны мынау әлеуметтік желі тәрбиелеп жатыр. Кері әсерін тигізіп жатыр. Яғни бұл жерде жаңағы мектептің де, бұл жерде мектепті қатты кінәлауға болмайды. Мектептің тек бір ғана жаңағы айтарлықтай дүние, мектепте ол бала, мысалы 14 жасардағы қыздың іші шығып, кәдімгідей енді семіздікпен аяқ ауырлықтың шығатын іштің екі түрлі. Ол семіздік, жаңағы томпақ қыздар болатын болса, ол жарайды, білінбейді. Бірақ енді жаңағы орта салмақтағы қыз болатын болса, оның іші бөлек шығып тұрғаны, кәдімгі аяқ ауыр болып шыққан іштің жөні бөлек. Сондықтан бұл жерде сол бір айтарлықтай мектепте айтатын сөз, сол 9 айға дейін іш деген қай кезде 5-6 айдан бас ары қарай іш шығады. Сол уақыттан бастап бірде-бір мұғалім, бірде-бір мектептің жаңағы басшыларының біреуі көрмеуі мүмкін ба деген ой туындайды. Мысалы, сол 5-6 айдан бастап іш шыға бастағаннан 9 айға дейін ар жағында 3-4 айдың ішінде мүмкін емес мұғалімдердің байқамаған. Бір мұғалім, болмаса класс жетекшісі, болмаса завучы, мейлі жаңағы есікте отырған вахтер апайға дейін байқайтын апайларымыз бар. Солардың біреуі байқамай, мына қызға не болған, мынау не деген іш деп айтып, ата-анасын шақыратындай дүние болған, бірақ соны істемегеніне мына мектепке қойылатын претензия осы. Ал қалған әңгіменің барлығы, претензияның барлығы түгел үйіндегі ата-анасына келетін сұрақ. 14 жасқа дейін қыздың тәрбиесі, енді мына жыныстық сауаттылық дейді ғой. Жыныстық сауаттылықты бізде осы құштар болып жатқан ұйымдар бар. Осы мектептің бірінші сыныбынан бастап жаңағы сексуалды, яғни жыныстық сауаттылықты енгізу керек деген сияқты бізде неше түрлі, атын атамай ақ қояйын, бірақ неше түрлі ұйымдар бар. Мен оған қарсымын. Жыныстық сауаттылықты негізі әр отбасында қыз балаға да, ұл балаға мысалы әкесі үйрету керек, ал қыз балаға анасы үйрету керек.
басқа мейлі ол басқа сабақ білім жағын былай қояйық, бірақ осы жыныстық сауаттылыққа келген кезде әр отбасындағы әкесі баласына ие болсын, анасы қызына ие болсын. Қызына былайша айтқанда бұрынғы біздің қазақ тәрбие қалай болған? Қыздың білегінен ұстама дейтін. Өйткені білегінен ұстаған қызға сен үйленуге тиіссің деген енді бұрын біздің менің әжемнің кезіндегі замандағы жыныстық сауаттылық солай болған. Яғни ұл бала бөтен қыздың жаңағы төсегіне тұрмақ, білегін ұстауға кәдімгідей қымсынатын. Өйткені білегін ұстаған қыздың ар жағында қандай жауапкершілік тұрғанын оны үйінде әкесі, атасы балаға қойып қойған. Дәл сондай-ақ қызға әжесі, анасы да жаңағы етегіңді ашпа деген бірақ сөзбен үлкен дүниені үйретіп отырған. Бүгінгі күні оның барлығы жоқ. Бүгінгі күні сіз тек қана етегіңді жауып жүр, етегіңді жиып жүр деген дүниені айтпақ тұрмақ. Тіпті мысалы мынау қазір неше түрлі трендте жүр ғой, шорты. Мысалы шортыды қыз балалар кәдімгідей енді іш киімнен жоғары десем болады, сөйтіп санын ашып жаңағы сондай трендке айналдырған киімдер де бар. Оны өкінішке орай жаңағы 10-11 жастағы қыздан жаңағы жоғары қыздарымыздың барлығы киіп жүр. Енді қазір мен оны хейтерлар оны өздеріне бұрып алады. Сонда сіз жаңағы егер қыз зорланса, сонда сіз соның шортыйынан көрмекшісіз ба деп сұрақ қоятын хейтерлар бар, біліп отырмын. Иә, ол жаңағы бір себеп болуы мүмкін. Жаңағы бірнеше себептің ішіндегі қыздарымыз етегін жаппай, ашық-шашық киініп жүрген сол зорлыққа алып келетін бірден бір себептің бір факторы деп айта аламын. Өйткені енді мен оранып ал, бүркеніп ал демеймін, бірақ қыз бала етек жеңін негізі жауып жүрген дұрыс, абзал. Қазіргі заманда тыныш заман болса мүмкін рұқсат болар еді. Бірақ бүгінгі күні былайша айтқан кезде бірден бір факторы қыздардың өздері солай жаңа ашық-шашық жүрсе, қыздардың өздері жаңағы былапыт сөз айтып, боғау сөз айтып, одан қала берсе ішімділікке де сол 13-14 жастағы қыздардың кәдімгі спиртной жаңағы арақ шарапқа да алыс емес болып жүрген қыздардың да келбетін көріп отырмыз. Енді қараңыз, өзі ашық-шашық жүрген болса, аузында былапыт сөз, ішкені жаңағы арақ шарап болса, өзі жаңағы мас күйінде жүретін болса, оны былайша айтқанда санасыз, ұятсыз, арсыз ер адамдар сондай баланы пайдаланып кетуге кетар емес. Яғни бұл жерде мен еркектерді жақтап, болмаса қыздарды ғана жақтап отырған жоқ. Екі жағы да жетісіп тұрған жоқ. Былайша айтқанда, қазір бізде жалпы қоғамда осындай дүние болып жатыр. Ол кәдімгі бұл үлкен трагедия. Ұлттың жаңағы болашақта ертең болашағы бұлыңғыр. Жалпы ұлт болашағы деп айтамыз ғой, мысалы. Ұлт болашағы деген осы қазір мына жасөспірімдеріміз. Жасөспірімдеріміздің қазіргі санасы міне осындай жағдайда кетіп жатыр. Білім қуалап, ілім қуалап жатқан жастарымыздың саны бар, бірақ өте аз. Егер масштаб алатын болсақ, бүкіл мемлекет бойынша құрдымға кетіп жатқан қазір балаларымыз емес, үлкендеріміз де кетіп жатыр. Мынау жағы үлкен ер азамат мына кішкентай қыздарды зорлады деген мына әлеуметтік желіде шулатып жатыр ғой. Мысалы сол үлкен еркектерімізді де мен айта алмаймын, ол кісі қазіргі буынның жаңағы санасыз болмаса тәрбиесіз буынның бір баласы ғой деп айта алмаймыз. Бұл кәдімгідей ол да жасы 60-ты жаңағы ауқымдап қалған ер азаматтардың да санасыздар да бар, тәрбиесіздер де бар. Бұл жерде кәдімгідей бір үлкен ұлттық проблеманы көріп тұрмын. Біріншіден ата-ана тәрбиесінен кетіп жатыр. Қазіргі күні қоғамда біраз мәселені көтеріп жүргендіктен, бүгінгі күні кейбір ата-аналардың өздерін тәрбиелеу керек болып жатыр. Өйткені өздері әлі толық жауапкершілікті ала алмайды, болмаса оңды солды ақ қарасын ажырата алмайды, бірақ бала шағасы бар, қазір өздері де ата-ана болып отыр, өзі дұрыс жаңағы тәрбиені ала алмаған, болмаса сауаты толықта жетілмеген, болмаса енді білмеймін, сананың саяздығы ма, басқасы ма, бірақ өзінен тарап жатқан ұрпаққа да дұрыс тәрбие бере алмай отырған
ата аналарды да көріп отырмыз. Енді сондай үйінде тәрбиені ала алмаған, үйінде жақсы жаманды түсіндіре алмаған, ненің жаман ненің жақсы ақ қарасын ажыратып отыратын ата ана деп отырмыз, бірақ соны бере алмай отырған отбасынан шыққан балалар қайда барады? Олар әрине көшеге шығады, және әлеуметтік желіден олар жақсы нәрсені қарамайды, жаман нәрсені тағы да бойына сіңдіреді да көшеге шығады. Қыз бала болатын болса, жаңағы жыныстық қатынасқа емін еркін кете береді, ұл бала болатын болса, жаңағы нашақорлыққа кетеді, ішімдікке кетеді, ұрлыққа кетеді, зорлық-зомбылыққа кетеді, жаңағы неше түрлі жаман нәрсенің барлығын олар мен бір қатты нәрсе, мен мына қылмыс істедім ғой деген ойларына кіріп шықпайды. Яғни бұл не деген сөз? Бұл о баста отбасында кәдімгідей діңгегі қойылмаған балалар, қыздар қазір бүгінгі күні қоғамға шығып, мына қоғамның бір бөлшегін құрап отырған азаматтар мен азаматшалар. Сондықтан бұл үлкен проблема.